Түркістан облысы Жетісай ауданының шаруалары 40 қабат егуді бастады. Өзге өңірлерге қарағанда көктемі ерте келетін оңтүстікте диқандар орам жапырақтың ерте пісетін Зарисма сортының көшетін отырғызуда. 10 жылға жуық уақыт егін егумен айналысатын Есболат Өмірхан биыл 3 гектарға 40 қабаттың 28 мың түп көшетін егуді жоспарлап отыр. Қазір алқап басында 30 адам тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Кәсіпкер жұмысшыларға күнделікті 5 мың теңгеден еңбек ақы төлейтінін айтады. Жауын шашыннан қорғау мақсатында егілген көшеттердің үстін жауып қояды. Шаруа былтыр Пушма сортынан 25 мың түп егіп, көрші Ресейге экспорттаған. Биылғы өнімде жақсы болатынына сенімді. Себебі еккен дақылдың бітік шығып, нарықта жоғары бағалануы әлеуметтің әлеуетінің артуына тікелей әсер етеді. Биыл аудан шаруалары 1000 гектарға орам жапырақ егуді жоспарлап отыр. Зарисма бұл орам жапырақтың ерте сорты болып келеді. Шыққанына көп болған жоқ, 2-3 жылдың көлемі болған. Бірақ осыларға спрос жақсы болғаннан кейін осыны егіп жатырмыз. Мына жерде 28 мың түп бар. 28 мың түптен Құдай қаласа 1,5 килодан уражай аламыз деп отырмыз. Көріп тұрсаңыздар, мынау қазір капуста егіліп жатыр. Ортасында, мына ортасындағы арыққа марттың ішінде қауын егіледі. Сол кезде мына жерден екі өнім алып отырамыз да.